Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жаз. Енді осы Бучада қырғын қазіргі Нью-Йорк Таймсты ашсаң да, кеше үйге келген Нью-Йоркерді көрсең де, Вашингтон Постты көрсең де, мынау Еуропа мен Англияның BBC-ін көрсең де, Daily Mail UK-ді көрсең де, осы Американың бүкіл интернет басылымы жай қағаз жүзінде келетін газет журналының барлығында бұл енді бір сұмдық ақпарат болып отыр. Бұлай қарап отырсаң, әрине адами гуманитарлық тұрғыдан ішің ашиды. Енді екінші бір тұрғыдан қарасаң, сол Бучадағы қырғынмен параллел қырғын жүрген, содан да ауыр қырғын жүрген, бейбіт халыққа оқ атқан, Алматыдағы, Талдықорғандағы, Ақтау, Қызылордада болып жатқан оқиғалар әлі түрмеден шықпаған қазақтардың мәселесі одан бір мысқал кем емес. Бірақ дүние жүзі неғып Бучадағы оқиғаға тіксініп, жаңадан көргендей болып шошып отыр, ал неғып Қазақстан елеусіздеу қалып қалды. Бұның қыры мен сырын Батыс Тоқаевқа қашан шүйлігеді деген лекциямды айттым, бұл арада қайталамаймын. Яғни Батыс Тоқаевты очередке, кезекке қойып қойды. Бар болғаны алдымен Путинді шешу, сосын Путиннің жақтасы болып дүниеде қалған Лукашенко мен Тоқаев, сосын Солтүстік Корея. Бұлар кезекте тұр, очередте тұр. Тоқаевтың тұтас командасы кезекте тұр. Енді бұл Бучадағы оқиға дүниені дүр сілкіндіргені тіпті Украинге соғыс ашқаннан бері, орыс Украинге соғыс ашқаннан бергі қаншама қаладарға атылған зымырандар, қаншама қырғындар, қаншама адам шошитын оқиғалар, бұның барлығы жайына қалып, мынау осы соғыстың бүкіл бір ең жоғарғы шырқау шыңына айналып кетті. Бүкіл дүние жүзі тіксініп, тіпті соғыс басталған кезде тіксінгеннен арман тіксініп отыр. Енді осындай кезде біздің саяси шолуымыздың мәні де мағынасы да енді осы кезде келеді. Дүние Бучада өлген 300 адам және айналасында өлген басқа адамдар бар, 400-ге жуық адамның мәйітін соншама мән беріп, маңыз беріп отырғандағы бірінші себеп, бұлардың барлығы бейбіт тұрғындар. Екіншісі, Ресей бұл қалаларды жаулап алған және шегініп бара жатқанда кетіп істеген істері. Үшіншісі, Ресейдің мынау ақпарат соғысында масқарасының шығуы. Ең алдымен Ресейдің билігі бұл адамдардың барлығы әртістер, Зеленский әртіс болғандықтан бұл әртістік істеді. Бұл адамдардың бәрі өлген жоқ, тірі. Анау видеоларда тіпті олардың қолы, денесі қозғалып тұр. Анау машинамен кетіп бара жатқанда жолда өліп жатқан адамдар қозғалып тұр деді. Бірақ сол видеоны бүкіл дүние жүзінің мамандары талқылап, әрбір секунд кадрындағы видеоларды қарап, ол ешқандай өлген еместігі, ол видеолардың сол алыста жатқандағы координаты менен жақыннан қасынан өткенде координатында еш өзгеріс болмағаны бәрі дәлелденді. Тіпті әуелі сол видео түсірілген көліктің әйнегінде қалған су, сол суға дейін дәлелдеп, судың жаңағы видеодағы әсері, ол қалай әсер ететін, оғанға дейін дәлелден талқы болды. Үшіншісі, бұны әртістер дегенге дәлел, анау өліп мәйіттері бұзылып, тіпті шіркеудің маңында үлкен ор табылған, сол орда жаңағы мәйіттерді иттер қазып шығарған. Себебі қол аяқтар сыртта қалған, толық көмілмеген, сол ор күйінде қалған, үлкен шұңқыр қазған. Сол жердегі мәйіттердің топыраққа, жер бетіне жақындарын иттер қазып алып шығарған. Ал топырақта жатқан мәйіттерді ешкім оны әртістей алмайды. Ал анау кәдімгі қала кәріздерінің, су кәріздерінің ішіне тастап кеткен жаңағы шұқанақтарға кәріздерді жөндейтін жердегі шұқанақтарға еңкейтіп бүктеген күйі қолын артына қайырып,
шүйдесінен оқ атып тастап кеткен мәйіттердің беттері, өңдерінен олардың ешқандай әртіс еместігін дәлелдеп отыр. Оның арасынша басында орыстар бірінші өтірігін айтты, бұлар тірі адамдар қозғалды деді. Оны дүниежүзінің IT мамандары менен видео мамандары дәлелдеп тастады. Артынан жоқ, бұлардың барлығы өлі адамдар деді. Жаңа тірі адамдар әртістер дегеннен өзгеріп, оны украиндар өздері атты деді. Сонымен бүкіл дүниежүзі Ресейдің бұл жалтарғанына тіпті шошып кетті. 400 адамды атып өлтіру. 400 адамды қайдан табады? Олардың жора жолдасы болмай ма? Туыс туғаны болмай ма? 400 адамды тұтас бір қалашыққа орналастыру, көшелерге шашып тастау, өлтіріп апарып, мәйіттерді, мысалы, мәйіті жоқ бір қалашыққа апарып шашу. Ал ол қалашықта әйелдер, баладар өмір сүріп жатыр тағы да. Ол жерде тағы да сол соғыстан қорыққан, неше түрлі рухани ауруға шалдыққан адамдар өмір сүріп жатыр. Ал енді соларға жаңағы барады да өздері шынай өлтірген, украиндар өлтірген мәйітті шашып тастау, біреуін тоңқайтып, біреуін қолын артына қайырған беті, біреуін топыраққа жарым-жартылай көміп, біреуін жаңағындай кәріз құдықтарына лақтырып, оның бәрін істеуге қанша уақыт кетеді? 400 адамға. Оны біртұтас атқару үшін қаншама армия керек. Сонымен орыстың бұл өтірігі де ашылып қалды. Ең сұмдығы Нью-Йорк Таймстағы бір мақала болды. Нью-Йорк Таймстағы мақала. Мен негізі сол мақаланы аударып жариялаймын дедім де, мынау оразаның мәселесіне байланысты ауыз ашып аударам дедім. Ауыз ашып аударғаннан кейін жұмыстар көбейіп кетті, жиналыстар көбейіп кетті. Ата жұрттың жұмыстары, Қытай тараппен жаңағы Қытайда қамалған қазақтар туралы ақпарат алып жатырмыз. Қытайда ораза туралы қандай тыйым салды, соны ақпарат жинап жатырмыз. Қаңтар қырғыны адамдармен сөйлесіп жатырмыз әлеуметтік желіде. Осы мәселені мына Америка қазір қайтадан білмеймін. Өткенде қаңтар туралы барлық ақпараттарды алғандар енді қайтадан осы мәселе туралы сұрақтар қойып жатыр.